Сәлем достар, бұл керек кеңес айтарым. Сіздермен бірге Ибраева Сабиля. Қыс мезгілінде адам ағзасы әлсіреп, әсіресе иммунитеті төмендеген жандар суық тиюден болатын ауруларды тез қабылдайды. Мамандар қыстың қақпаған суығында суық тиюді болдырмаудың бірнеше жолдарын ұсынады. Қыстың күні жылы жерде ыстық шай ішу қан айналымдағы жақсартып, ағзаның қорғаныс күшін жоғарылататыны рас. Сонымен қатар, денедегі тамшыларды да кеңейтеді. Демек, мұндай сәтте аязға шыққан адам бойындағы көптеген жылуды шығарып жібереді. Далаға шығар алдында ыстық сусын ішпеген абзал. Шөлдесеңіз, жылы су ішіңіз. Екінші кеңес: бетке жағылған есмайдың алғашқы 30-40 минутында сұйықтық бөлініп тұрады. Далаға шыққан сәтте бұл сұйықтық суып, терінің зақымдауына әкеп соғады. Сондықтан сыртқа шығар алдында есмайды жақпаған дұрыс. Оның орнына құрғақ дала жаққан пайдалы. Салқындап қалған адам далаға шығар алдында мұрынға арналған сұйықтарын қолданбағаны жөн. Себебі шырышты қабық микроағзалардан қорғамайды, әрі суық ауаны да одан әрі үрдетіп жібереді. Оның орнына мұрынды құрғақ майлықпен немесе орамалмен сүртіп шыққан дұрыс. Сонымен қатар, қыстына аяқ киімге де ерекше мән беру қажет. Сіздермен болған Ибраева Сабиля, қош сау болыңыздар.